Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Бүгін осы видеода біз ұйқы туралы айтатын боламыз. Соның ішінде түнгі ұйқының маңыздылығы. Енді бәрімізге белгілі, что түнгі ұйқы ол күндізгі ұйқыдан әлдеқайда оның айырмашылығы өте көп. Мысалы, мен осы соңғы бір айда жұмысқа орналастым, және ол жұмыста түнгі смена бар. 2 күн ол кезде түнгі 1-ден таңғы 8-ге дейін жұмыс істейсің, және таңертең сағат 9-да ұйықтайсың да үйге. Сонымен кешкі сағат 5-ке ұйықтайсың. Енді ұйықтағандай болмайсың, шыны керек, және соның салдарынан бекен бүгін менде стресс болды. Осы соңғы бір айда менің ұйқым дұрыс болмаған себепті, және де менде минус 2 килограмм болды. Яғни 2 килограмм ақтадым. Соның салдарынан деп ойлаймын, мынау адамда восстановление, яғни қалпына келу үшін тамақ және ұйқы өте маңызды рөл атқарады. Енді мынандай бір кісінің айтқан сөзі бар. Мысалға, жаңағы доширак секілді былай нәрсе жегенше лучше качественный тамақ жеген дұрыс, немесе лучше гадать, немесе ашыққан дұрыс, немесе мастурбациямен айналысып болмаса, жаңағыдай жезөкшелерге барғаннан қарағанда лучше воздержаниемен айналысқан дұрыс. Және де былай бірде ұйықтап, бірде ұйықтамай, жаңағыдай қалғып мүлгіп отырғаннан қарағанда жақсылап ұйықтау керек, немесе деген сияқты. Сол үшін не нәрсенің де болсын жақсы және качественный, сапалы жағынан қараған дұрыс. Ұйқыларыңды реттеңдер, сонда бәрі тамаша болады.